Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамдары тары жасайтын боламыз. Алдымен біз сатып алған сары тарымызды қазанға салып, өзімізге керегінше қазанға салып, астын жай отпен осылай үнемі араластыра отыра қуырып аламыз. Өзімізге қажетті түс келгенге дейін. Сонымен бізге қажетті заттар: жаңа қуырып алған 2 бокал тары, 2 бокалдан яғни 400 мл сүт, 2-3 ас қасық шекер, 100 грамм сары май және жарты шай қасық тұз қажет болады. Тарыларымызды үлкен бір ыдысқа екеуінде жақсылап салып аламыз. Сосын оларды қаласаңыз ыстық сумен, қаласаңыз салқын сумен жақсылап мусоры шыққанша жақсылап жуып аламыз. Жуылған тарыны міне біз тарымыз жуып алдық. Енді ыдысымызға жаңағы 2 стакан сүтімізді құямыз ыдысқа, сөйтіп оны жақсылап қайнатып аламыз. Осылай жақсылап қайнауы қажет. Енді жаңағы тарымызды қайнап тұрған сүттің үстіне саламыз. Сосын енді осы тарыны бір қайнатып аламыз. Қайнатып аламыз да, сосын астын өшіреміз. Міне 20 минутқа жапқан, менде 30 минут тұрды. Осылай барлығы ісіп әдемі болып шығуы қажет. Кептіріп аламыз 10 минут қойып. Енді оған жаңағы 3 ас қасық қантымызды, жарты шай қасық тұзымызды және бөлме температурасындағы жұмсақ болып тұрған сары майымызды салып араластырып аламыз. Жақсылап барлығы біркелкі болғанша араластыруымыз қажет. Қолмен араластырсаңыздар да жарайды. Осылай араластыруымыз қажет. Мінекей біздің тарымыз осылай сәндедік, дайын болды. Ас болсын.